Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай сіздерге дәмді қып-қызыл болып пісетін, ешқандай қуыруды қажет етпейтін борщ түрін сіздерге ұсынғым келіп отыр. Ең бірінші етімізді жақсылап жуып, менде сиыр етін сүйек еті осындай мұздай суға салып, отқа қойып қоямыз. Сол арада борщқа қажетті заттарды дайындап аламыз. Пиязымызды, сәбізімізді және картошкамызды дайындап турап аламыз. Үлкен бір қызылшаны жартысын осылай төртбұрыш етіп турап, жартысын осылайынан теркадан өткіздім. Арасында етіміз қайнап, соның көбігін алып, тағы да қайнатып пісіріп аламыз. бір жарым сағатта менде осындай етім пісті, жұмсақ болып былбырап, сүйекті бөлек ыдысқа мен сүзіп алдым. Суы кішкене осылай тартылған екен. Егер сізде отбасыңызда аз адам болса, соған пісіре берсеңіз болады, өте дәмді болады. Или үстіне кішкене су құйып жіберсе болады. Мен кішкене су құйдым. Енді дәл осы дәмді сорпамыздың үстіне пиязымызды, сәбізімізді, картошкамызды және де капустамызды барлығын салып, жақсылап осылайынан араластырамыз. Одан кейін артынша қызылшамыздың төртбұрышты болып туралған бөлігін салып, кішкене араластырамыз. Борщ кішкене осылай қызарады. Пісуіне 5 минуттай қалғанда жаңағы қызылшамыздың екінші теркадан өткен бөлігін саламыз. Сонда осындай қып-қызыл әдемі болады. Қызылшаны көп қайнатпаймыз. Екінші бөлігін көп қайнатса сарғайып кетеді. Сондықтан 5 минут жеткілікті. Мінекей менде 5 минут өтті. Дәл осындай түсте менің борщым дайын болды. Сүйектен ажыратып, еттерін осылайынан турап, жаңағы қазанымызға салып, барлығын жақсылап араластырып, отымызды өшіріп іше берсек болады. Мінекей менде осындай дәмді борщ дайын болды. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Жанна. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.